Егер сені 70 жыл өмір сүреді десек, онда 8 сағат ұйықтайды деген есеппен 20 жылын ұйқыда өтеді екен. 6 жылын тамақ жеуге кетеді, 4 жыл жол жүресің, 1,5 жыл беті-қолыңды жуасың, 10 жыл жұмыс істейсің. Тағы да 10 жылыңды мағынасыз кино, сериал көруге, тикток қарауға, не біреумен сөйлескенге жұмсайды екенсің. Есіңді білмеген өмірінің бастапқы балалық шағын қарекетсіз қартайған шағында алып тастасаң, бар қалатыны 6 жыл. Оның 3-тен 1-ін өткізіп те тастаған боларсың, сонда қалары 4 жыл. Ал енді сұрақ, сен осы қалған уақытыңды шынымен де маңызды нәрсемен өткеріп жатырсың ба?